Отбасы мерекелік демалысқа келеді. Әкесі Гай, анасы Фриска, балалары Трент және қызы Эндекс. Оларды отель бастығы жылы қарсы алады және де оларға тегін коктейль береді. Трент осы жердегі Эйглс есімді баламен танысады. Бастықтың туысы бұл бала осы жерде бір құпияның бар екенін білетін сияқты. Кешкісін Гай мен Фриска қатты ұрысып қалады. Екеуі жақын арада ажырасатын секілді. Фрисканың денесінде белгісіз ісік аурулары пайда болған екен. Таңертең осы жердің бастығы отбасыға ерекше жер туралы айтады. Ол аралда ешкім болмайды және де сол жерге баруды ұсынады. Сол сәтте Патриша есімді әйел есінен талып қалады. Күйеуі мен Чарльз есімді кісі оған көмекке келеді. Әлгі аралға осы отбасымен бірге Чарльздың де отбасы бармақ болады. Оның әйелі Кристал, қызы Кара, анасы Ангелс. Арал өте әдемі екен, бірақ та жан-жағы үлкен-үлкен жартастармен қоршалған. Аралға келген сәтте олар бір қара